Қайырлы күн сұлулар, сіздермен бірге бота. Біз бүгін творожный пирогын жасауды үйренеміз. Қамыры өте ерекше болып шығады. Бұл тәсілмен ешқашан жасап көрмегенсіздер. Міндетті түрде жасап көріңіз. Қайта-қайта осылай жасайтын боласыз. Менің каналыма тіркеліп, лайк басып, видеоны соңына дейін қарауды ұмытпаңыздар. Ең алдыменен таза ыдысымызға алдын ала еленген 300 грамм ұнды саламыз, 100 грамм қантымызды қосамыз, 15 грамм 1 шай қасықта разрыхлитель қопсытқышымызды саламыз, және де 150 грамм сары май немесе маргарин салып, осы видеодағыдай етіп, уатып, ұнды дайындап аламыз. Бұл пирогтың басқа творожный пирогтардан ерекшелігі қамыр қылып иленбегендіктен қамыры өте нәзік әрі күмір-күмір болып шығады. Бір-біріне жабысып, нық болып қалмайды. Біздің ұнымыз дайын, енді ішіне салатын салмасын жасаймыз. Ол үшін 400 грамм творогымызға 2 жұмыртқаны саламыз. Жұмыртқамыздың үстінен 150 грамм сахарная пудра саламыз. Сахарная пудрамызды салып болғаннан кейін 100 грамм немесе 150 грамм шамасында қаймақ саламыз. Осы салған заттарымыздың барлығын жақсылап миксерде, егер миксеріңіз болмаса, қолда жақсылап араластырып алыңыздар. Мінекей біздің начинкамыз дайын болды. Енді ыдысымызға жаңағы ұнымызды салып, ұнымыздың бәрін бірден салып жібермейміз, қыздар. Жартысынан көбірегін саламыз дағыны ыдысымызға бір келкі етіп жайып, үстінен осылай басып, престеп шығамыз. Жақсылап басып престелу керек. Шашыраңқы болып тұруына болмайды. Мінекей престеп алдық, енді оның үстіне жаңағы начинкамызды саламыз, творогымызды. Оның жақсылап жан-жағына бірдей етіп жайып, мен оның үстінен мұздатылған шиені салдым. Егер сізде кез келген жидек, құлпынай, малина, кез келген жидек болса, шоколад салсаңыздар да болады. Осылай сеуіп, қалған ұнымыздың бөлігін оның үстінен барлық жеріне бірдей етіп, жұқалап, осылай сеуіп шығамыз. Сеуіп болғаннан кейін 160 градустық печкада 45-50 минут бойы пісіресіздер. Мінекей сұлулар, біздің пирогымыз дайын болды. Қамыры өте нәзік болады, нық, нығыз, қатты болып қалмайды. Үлкенге де, кішіге де барлығына бірдей ұнайды. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Қайта-қайта осы рецептпен жасайтын боласыздар. Сіздермен бірге болған бота. Менің каналымда басқа да керемет рецепттермен бөлісетін боламын. Тіркеліп, комментария жазып, лайк басуды ұмытпаңыздар.